Иә, кім ойлаған? Марокко әлем чемпионатының жартылай финалына шығады десе көпшілік сенбесе керек. Африка құрлығындағы командалар арасында қазірге дейінгі ең жоғарғы жетістікке Марокко қол жеткізді. Марокконың жетістігіне елеулі үлес қосқан ойыншы Зияш Хакимге бүгінгі шығарылым арналады. Өмірдің мәні не деген сұраққа түрлі жауаптар бар. Солардың бірі өшпес із қалдыру деп жатамыз. Ол үшін табандылықпен күресіп, өзінің бар екеніңді көрсете білу керексің. Ел намысын абыроймен қорғап, нағыз көшбасшылықпен өзін әлемге бар, яғни жарқын болмыс ретінде көрсеткен Зияш Хаким миллиондар ойынында миллиондаған жүректердің төрінен орын алды. Бұл футболшының жомарттығы мен жас футболшылардың болашақ үшін салған инвестициясы өз алдына бір әңгіме. Зияш бұл арабшада нұр, жарқырау дегенді білдіреді. Қатарда әлем чемпионатына атына зат сай болған футболшы Зияш Хакимге арнайы алғыс білдіру мақсатында осы постты арнадым. Ал сіздерге қай ойыншы көбірек ұнады? Бөлісе отырыңыздар.